Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағының тақырыбы судың түрлі күйі. Бүгінгі сабақта сіздер судың үш күйде болатынын білесіңдер. Бүгінгі тірек сөздер мұз және бу. Тақырыпты бастамас бұрын мына суреттерге назар аударайық. Бұл суреттерде сіздер нені көріп тұрсыздар? Дұрыс, яғни бірінші суретте сіздер мұздың еріп суға айналғанын көріп тұрсыздар. Екінші суретте сіздер судың қайнап үстінен бу шығып жатқанын көріп жатсыздар. Сонымен су үш күйге өзгере алады екен. Судың үш күйі сұйық, қатты және газ. Сұйық және қатты ол мұз күйінде, газ деген ол бу күйіндегі түрлері. Судың қатты күйіне нелер жатады? Суреттерге назар аударайық. Әрине судың қатты күйіне қар, мұз және айсбергтер жатады екен. Судың газ күйіне тұман, қайнап жатқан судың буы, бұлттар жатады екен. Бұршақ деген не? Аспан оны қайдан алды? Ай Данажан, бұл да табиғаттың бір құбылысы. Ол неге жауады? Түсінбедім. Аспанға ол қайдан барды? Бұршақтан басқа тағы не жауады? Мен саған табиғаттағы су айналымы туралы айтып берейін. Сонда саған бәрі де түсінікті болады. Су айналымы деген не тағы? Су тіршіліктің қайнар көзі. Онсыз ешбір ағза тіршілік ете алмайды. Ол тек адамға ғана емес, жан-жануарларға да, өсімдіктерге де, топыраққа да барлығына бірдей қажет. Сусыз сенің бірде-бір күнің өтпейді. Оны ішесің, онымен жуынасың, су үздіксіз айналымда жүреді және үнемі өзгеріске ұшырап жатады. Сонда қалай? Аспаннан тек бұршақ қана емес, қар, жаңбыр да жауады ғой. Қар да, бұршақ та, су. Тек олар судың қатты күйлері. Табиғатта су үш күйде: сұйық күйде, қатты күйде және бу түрінде болады. Оны түсіндім. Ал енді аспан суды қайдан алады? Күн сәулесі қызуынан мұхит, теңіз, көл, өзен суы буланады. Бу ауа қабатына жоғары көтеріледі. Бу ауаның салқын қабатына көтерілгенде бұлт түзеді. Бұлт ауаның ағысымен қозғалысқа түсіп, құрлыққа оралады. Бұлттағы су тамшылары бір-бірімен бірігіп, ауырлап, жауын-шашын болып жауады. Судың бір бөлігі жерге сіңеді, бір бөлігі өсімдіктер мен жануарларға қорек болады. Бір бөлігі өзендер арқылы қайтадан көлдер мен мұхиттарға қосылады. Сонда қайтадан суға қосыла ма? Иә, сондықтан да мұны табиғаттағы су айналымы деп атайды. Ал қыста су тамшылары қатып, ұсақ мұз түйіршіктерін түзеді. Олар бір-біріне жабысып, қар ұлпасына айналады. Бұршақ көбіне жазда ауа қатты қызған кезде жауады. Жер бетінен соғатын күшті жел су буын өте жоғары биікке көтереді. Биіктікте су тамшылары қатып, мұз түйіршіктеріне айналады. Салмағымен құлап келе жатқанда су тамшыларына қосылып, жұмырланады, үлкейеді. Осылайша бұршақ пайда болады. Алақай, бұршақ басылды. Иә, енді жаңбыр жауып тұр. Иә. Келесі тапсырма зерттеу жұмысын жүргізейік. Мұз қалай пайда болады және су буға қалай айналады? Осы жөнінде зерттеу жұмыстарын жүргізіп көрейік. Сіздердің алдарыңызға қажетті заттар:
су, тоңазытқыш, форма, су қыздыратын ыдыс немесе электр шәйнегі, электроплита. Әрине бұл зерттеу жұмысын ересек адамның көмегімен орындау қажет. Ең алдымен сіздер керекті заттарды алдарыңызға дайындап аласыздар. Содан кейін су бір күйден екіншісіне ауысуын анықтайсыздар. Бақылау жүргізесіздер, дәптерге қорытындысын жазасыздар. Ең алдымен сұйық суды қатты суға қалай айналдырамыз? Барлықтарыңызда тоңазытқышта осындай ыдыс бар шығар. Немесе кез келген ыдысты алып, оның ішіне суды толтырып, тоңазытқышқа саламыз. Біраз уақыттан кейін алып шығып, судың қалай мұз болғанын байқаймыз. Келесі, сұйық суды газға қалай айналдырамыз? Бізге қажетті заттар шәйнек, электроплита немесе ыдыс, темір ыдыс. Осы ыдыстардың біреуіне су толтырып, оны қатты қыздырамыз. Қыздырғаннан кейін не пайда болды? Судың газ күйіндегін аңғарамыз. Осыны зерттеу жұмысын үйде өздеріңіз жасап көріңіздер. Осы бейне сабақтың астында сіздерге сілтеме берілген. Осы сілтеме арқылы кіріп, мынандай тапсырмаларды орындайсыздар. Қандай сурет судың қандай күйіне жататынын анықтайсыздар. Мысалы, бұл ненің суреті? Бұршақ, ол судың қай күйіне жатады? Қатты күйіне жатса, осы жерде қалдырамыз. Ал егер сұйық немесе газ десеңіздер, осы суретті берілген бағанға апарып орналастырасыздар. Барлық тапсырмаларды орындап болсақ, енді бүгінгі сабаққа өзімізге баға беріп көрейік. Егер сіздер тапсырманы толықтай орындап барлығын жақсы түсінсеңіздер, тапсырманы орындай алдым деп белгілейсіздер. Кейбір жерлерде түсініксіз тапсырмалар болса, қиналған сәттерің болса, аздап қиналдым деп белгілейсіздер. Тапсырманы мүлде орындалмай алсаңыздар, тапсырманы орындай алмадым деп белгілейсіздер.